Қазақтың жерін аралау, оны тамашалау әлбетте жақсы. Осының бәрін жалғыз өзің емес, сонау қазақтың бәрі көрсе екен, тамашаласа екен, шетелдіктер келіп, біздің жерімізге тамсанып, таңғалып кетсе екен дейсің. Және де осы Қасым Қасыбеков кім екен деген мақсатта мен кішкене де болса да осы тақырыпты көтеріп өздеріңізбен бірге бөлісіп отырмын. Бұл біздің биылға 10 жыл қатарынан жүргізіп отқан офлайн демалайық лагерінен бір үзінді. Осында біздің Салихалы ұрпақ қоғамдық қорының балалары демалады. Демалу арқасында біз балаларға ұлттық салт дәстүрімізді, ұлттық құндылықтарымызды және де пайдалы спорттарды үйретеміз. Балаларымыз осы лагерь арқылы оқу жылына жақсы дайындыққа, жақсы нышанмен, жақсы көтеріңкі көңілмен келеді, сабағын оқиды, тәртіпті және де тәрбиелі болады. Осындай мақсатта осы лагерден үзінділерді өздеріңізге тарту етеміз. Қазір балалар тихий жаста, кейбір осындай тихий жастан қашып жүрген балалар осы алтыбақан теуіп жүрген болмаса, қалған бәрі ұйықтап жатыр. Мынау енді айтайын дегенім, жалпы лагерде өткізгенде талай қызықтар болады ше. Өйткені әр түрлі балалар келеді ғой. Әр түрлі отбасыдан. Мысалы, әр баланың өзінің өмірлік тағдырлы әр түрі да. Біреу кішкене әкесі қайтыс болған, біреуінің анасы қайтыс болған, біреуінде жаңағы көп балалы отбасы, біреуінде жаңағы енді көп жағдай. Сондай қиыншылықты көріп өскен балалар, әке-шешесі бар, жағдай дұрыс деген отбасынан шыққан балаларға қарағанда, осындай қиыншылықты көріп өскен балалар өмірге бейім болады. Өйткені өмір бұл бір кітап емес қой, жазылып қойған, осындай правиламен өмір сүресің, сенің өмірің керемет деген әңгіме жоқ. Айтпақшы, әйней деген, біз қазір 2350 метр теңіз деңгейіне Қарасай жайлау деген демалыс орындамыз ғой. Білесіздер достар, білмейтіндеріне ссылка тастаймын, кіріп көріңіздер. Бүгін ауа райы 19-20 болып тұр қазір. Менің үстімде қараңыздар, шорты, футболка, шлепкамен жаңағы резиновый. Сонымен жүрмін, күн жылы, Құдайға шүкір. Бірақ сәл күн мына төбеден асқан кезде, қараңыздар, оң жақтарыңызда, төбеден асқан кезде бітті. Күн суық болады. Кеше осында түнде 4 градус болды, кәдімгі салқын болды. Осында бір керемет демалыс орнына келіп, отбасыңызбен, өздеріңіз достарыңызбен келіп демалып кетсеңіздер болды. Осында ағаш үйлер, қан шатыр достармен бір коллектив бар ғой. Келіп, мына жерде тимбилдинг жасаса болады. Жан-жағын бәрі ашық, мына жағыңызда хан тәңірі, шығыс жағың Қытай, оңтүстік, мына жағың Қырғызстан. Енді керемет жер ғой. Мынау Мұқағали Мақатаев атамыздың жерлері негізі осындай мықты табиғатқа бай ғой. Енді балаларға келетін болсақ, осындай біздің 13 жыл өтіп отқан лагерімізде мен бір байқағаным, сырттан келеді ғой басқа балалар. Басқа балалар кеп осы біздің пансионаттың балаларына кеп араласқан кезде, анау сырттан бұзық балалар осы 10 күннің ішінде кәдімгідей өзгереді ғой. Өйткені орта любой адамды өзгертеді. Біз айтамыз ғой жаңағы, мен балам бұзық, тілді алмайды, телефоннан шықпайды, анау ол сіздерге байланысты. Мен осы 10 жылдық тәжірибемді көрдім. Талай бұзық балалар, талай әке-шешесін тыңдамайтын балалар осында келген кезде 3-4 күннен кейін тәрбиешінің айтқанын тыңдайды. Кәдімгі дисциплинаға азанда тұрады, кешке жаңағы онда жатады. Бүткіл
іс-шараларға атсалысады. Мына бізде жаңағы нелер бар ғой, көріністер бар, ойындар бар, жарыс бар. Осының кәдімгі өмірде араласпай жүрген балалар, телефоннан шықпай, ютубтың қасында ұйықтап қалатын балалар лагерьде кәдімгідей өзгереді. Бүткіл іс-шараларға қатысып, анау ата-анасы бар, жаңағы ата-аналары, сол балалардың ата-аналары өздерінің балаларын танымай қалып жатады. Өйткені бұлар өзінің балаларымен жұмыс істемеген, істесе де аз жұмыс жасаған. Сондай бір өзімнің бір көргенімізге бөлісіп отырмын. Бізде мына жерде Қарасайда телефон істейді, связь бар. Маған біреу звондап отыр, ренжімеңіздер достар. Сосын сіздермен кейін қауышамыз. Қазір анау қой сойған кезде қойдың сойылатын әдептерінің бірі ол пышақ өткір болу керек. Е? Білесіңдер ма? Не үшін пышақ өткір болу керек? Мал қиналмау керек, е? Соны бүгін қазір қой соямыз, сосын бар қойды жақсылап тұрып. Дұрыс айтады. Ана жаңағы үлкен күре тамыр бар. Үлкен күре тамыр. Тура сол жерден сойып, қанын жақсылап тұрып ағызу керек. Сосын бар бүгін осы қойды сойып, сосын жақсылап тұрып мынау дастарханға, алдымыздағы дастарханға жіліктейміз. Жіліктеп сендерге түсіндіреміз. Қай қойдың қай жері қандай қонаққа беріледі, кімге берілетінін сендерге түсіндіреміз. Бүгінгі осы лагеріміздің сабағы, осы біздің салт дәстүріміздің қалай қойды шалу керек, біріншіден, екіншіден сол қойдың еті кімге берілу керек. Жарай ма? Бір қызық оқиға айтып берейін. Мына кезінде қазақтар қытайлармен, жоңғарлармен, жоңғарларды ойраттар деп те атайды. Солармен соғысқан кезде мынау батырлар, егерде қазақтар жоңғарларды, болмаса жоңғарлар қазақтарды ұстап алса, батырларын өлтірмейді екен. Ал кәдімгі жай әшейін жауынгерлер болса өлтіре береді екен. Бірақ батырларын ұстаса, жаңағы именно қолбасшы батырлар болады ғой. Соларды ұстаса, онда жаңағы бүйтіп тез өлтірмейді екен. Оған таңдау береді екен. Жаңағы өлімнің түрін. Соның бір өлімнің бір түрі жаңағы тамақ ішіп өлтіру. Мысалы, жаңағы бір күні бір қазақтың батырын ұстайды да, оған таңдау береді. Зынданға тастайды, зынданға. Сөйтіп, оған таңдау береді. Сен бір малдың бір мүшесін айт. Сол мүшені саған күніге тамақ қып дайындап береміз дейді. Ал адам баласы күніге бір мүшені жесе, бір етті жесе, ол бір күні өліп қалады екен. Асқазан соны уже қорытамай қалады екен. Сол үшін сол кезде жаңағы адамның өлімі сондай азаппен болады екен, ұзақ және азаппен болады екен. Қазақтың батырын ұстап алып, оған айтады, сен бір қандай малдың мүшесін таңдайсың дейді. Сол кезде ол айтады, маған қойдың басын беріңдер дейді. Күніге жаңағы қазақтың батырына қойдың басын пісіріп береді екен. Бірақ батыр өлмейді екен. Неге? Өйткені батыр бір күні қойдың құлағын жейді, бір күні қойдың миын жейді, бір күні қойдың тілін жейді. Сөйтіп әр түрлі қып күніге өзіне сөйтіп тамақ жасап жейді екен. Сөйтіп аман қалады. Түсінікті ма, балалар? Егерде осылай білсеңдер, қойдың басынан көп деген дәмді тамақ жеуге болады. Ауыстырып. Ал егерде сен күніге қойдың төсін жей берсең, онда сен шыдай алмай бір күні қарның, асқазаның бұзылады да өліп қаласың. Осындай бір оқиға болған тарихта, жаңағыдай тамақпен азаптап өлтіру деген. Күніге бір тамақ жей берсеңдер, сендер пансионатта күніге бір тамақ жейсіңдер ме? Әр түрлі тамақ жейсіңдер, е?
мысалы бейсенбі күні не балық жейсіңдер, сол сияқты бұл организм адам денсаулығында тамақты түрлендіріп отыру керек. Қойдың бір дәмді жері осы. Құлағын жесең болады, қойдың бөлек. Миын жесең болады, тілін жесең болады, құйқасын бөлек жесең болады. Көзін жесең болады. Бәрі дәмді. Әрбір қазақ қымыз ішпесе болмайды. Осындай керемет демалыс орында, мына Қарасай жағында демалыс орында. Бізде жақсы қымыз бар. Осы қымызды қазір балаларымызға түскі асты дастарханға жайып береміз. Өйткені қымыз білесіздер пайдалы, асқазанға білесіздер көптеген ауруларға шипа. Сол үшін қазір осы жерде балаларымызға әрқайсысына қымыз ішкіземіз.